Баршаңызға сәлем қыздар. Менің есімім Мадина. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздің осы тоқып үйрену сабағымызда воздушная петляны қалай тоқу керек и столбик без накиданы қалай тоқып үйрену керек, мен соны үйрететін боламын. Ол үшін бізге керек құралдар: крючок 3 мм және де мынандай Alize Lana Gold деген жіппен тоқитын боламыз. Бұда 100 грамда 240 метр. Біз бұл жіппенен мен қыс мезгілдерінде, күз мезгілдерінде, көктемде киетін детский кардигандар тоқимын. Қыз балаға арналған. Сол тоқылатын кардиганның тоқылу жолдарында осы воздушная петля, столбик без накида, с накидом қолданып тоқимыз. Соны сіздерге көрсеткім келеді. Ендеше біз мына жіпті аламыз. Сұқ саусағымызға осы жіпті былай бір рет айналдырамыз. Бізде мынандай домалақ петля пайда болды, иә? Енді біз осы петляның арасына крючогымызды салып, мынау рабочая нить деп айтылады, жұмыс жібі. Сол жұмыс жібін осы кружочектің арасынан былай алып шығуымыз қажет. Алып шықтық. Енді рабочий жұмыс жібін тарта отырып, осылай қатайтамыз. Но бізде енді воздушная петляның бастапқы алыну жолы. Енді біз осы жұмыс жібін екінші саусағымыз, бірінші саусағымыздан үстінен алып, екінші саусағымызбенен былай қысып ұстаймыз. Ал екі қолменен алынған петляны осылай қысып тұрамыз. Сөйтеміз де жұмыс жібін іліп аламыз крючокқа, оны жаңағы алынған петляның арасынан өткізіп шығарамыз. Мынау бізде уже воздушная петля деп аталады. Бір воздушная петля іліп алдық. Әрі қарай тағы да жұмыс жібін іліп аламыз. Осы петляның арасынан өткізіп шығарамыз. Екінші воздушная петля. Осылай біз 10 воздушный петля теріп алайық. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Мынау крючоктың басында тұрған петля, бұл саналмайды. Бұлай санап көрсеңіздер де болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мынау саналмайды. Енді біз осыған столбик без накида тоқимыз. Осы воздушный петляларға біз енді столбик без накида тоқып үйренуіміз керек. Ол үшін бір воздушный петля аламыз. Жанындағы екінші алдыңғы воздушный петляның, ол бидайдың сабағы сияқты, екі бөліктен тұрады. Соның үстіңгі бөлігіне крючокты кіргіземіз де, жұмыс жібін іліп алып шығамыз. Екі жіп болды бізде. Соны екеуін бірге былай тоқимыз. Арасынан жіпті шығарамыз. Бұл уже бізде столбик без накида. Келесіге кіргіземіз. Келесі воздушная петляға тағы да арасынан жіпті іліп шығарамыз. Және осы екеуін бірге қосып бір тоқимыз. Екінші воздушная петля.
үшінші бір бөлігіне ғана кіргіземіз крючокты. Жіпті іліп шығардық. Мінекей 2 жіп болды. Осының арасынан тағы да осылай 3 болды. 4 арасынан кіргізіп шығарамыз. Мінекей 4. Келесіге 5. 6. 7. 8. 9. Соңғы 2 жіпті іліп шықтық. 10. Әр қатарларыңызды осылай санап отырып тоқисыздар. Не артық, не кем шықпау керек. Болмаса тоқымаңыз, тоқыған полотноңыз қисайып кетуі мүмкін. Енді екінші қатарға қалай көтерілеміз? Екінші қатарға көтерілу үшін тағы да осылай бір воздушный петля көтерілеміз. Тоқымамызды бұрамыз. Енді біз мына 2 бидайдың сабағындай болып тұрған 2 жағын бір воздушный петля мынандай бидайдың сабағы сияқты болып тұрады. Осылай. Соны 2 жағында бірдей аламыз. Бірінші қатарда біз тек үстіңгі жағын ғана алдық қой. Енді екінші қатарда біз 2 құлағын бірдей, крючокты 2 құлақтың ішіне бірдей саламыз да, жіпті іліп шығамыз. Алдыңғы қатардағы сияқты, сосын осы екеуін осылай бір тоқимыз. Кетті. Енді екінші, тоже 2 бидайдың сабағындай болып тұрған, өрім ба, шаш өргендегі сияқты. Сол екеуінің арасына саламыз, жіпті іліп алып шығамыз. Осы екеуін бір тоқимыз. 2. Осылай әр қатарды санап отырып тоқылған дұрыс. Сол кезде сіздің тоқымаңыз басы көбеймейді, не азаймайды, бір қалыпты болып шығады. Мысалы, осы қазір 4 бұрышты болып шығады. Осылай дұрыс тоқылса егер. Ал егер дұрыс тоқылмай, сіз бір басты артық, не бір басты кем тоқитын болсаңыз, бір воздушный петляны, ол кезде сіздің тоқыған бұйымыңыз қисайып кетуі мүмкін, дұрыс шықпауы мүмкін. Осылай тоқимыз. Тағы да келесі воздушный петляның 2 басында аламыз, крючокты өткізіп жіпті алып шығамыз. Осылай екеуін бірге тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 тоқыдық уже. 7-шісі жіпті алып шығамыз, арасынан өткіземіз. 8 жіпті алып шығамыз, арасынан өткіземіз. 8 бұл. Келесі 9-шы жіпті алып шығамыз, арасынан өткіземіз. Ең соңғы 10-шы петля жіпті алып шығамыз, осылай арасынан өткіземіз. Енді санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дұрыс келе жатырмыз. Енді осылай жоғары қарай 4-5 қатар тоқып көріңіздер. 3-ші қатарды мен тоже көрсетейін. Бір воздушный петля көтерілеміз, бұйымымызды бұрамыз. Воздушный петляның 2 құлақшасынан алып, арасынан жіпті өткізіп, осылай жоғары қарай тоқи береміз. Санап отырып тоқыңыздар. Міндетті түрде, егерде сіз бұрын тоқып көрмеген болсаңыз, осы менің видеом арқылы үйреніп жатқан болсаңыз, осы әдісті қайта-қайта тоқып, қолдарыңызды үйретсеңіздер болар. Бұл тоқу әдісіменен сіздерге кардиган салатын боламын видеоға, беретка, осы тоқылу әдісіменен. Сол кезде сіздерге оңай болады. Осыны бастапқы сабақтарын үйреніп алған дұрыс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осылай
жоғары қарай көтеріліп, бір воздушный петля, осы бір узорды қайталай береміз. Бір тоқылу әдісін осылай қайталай отырып тоқуға болады. Бұл тоқыма тоқу дегеніміз ұқыптылықты қажет етеді, шыдамдылықты қажет етеді. Бұл адамның жүйке жүйесін тыныштандырады. Тоқыма тоқудың көптеген пайдасы бар. Осылай тоқи беріңіздер. Мінекей, осылай жоғары қарай тоқи бересіздер. Мен қазір 5 қатар тоқыдым. Осы тоқылу жолын үйреніп алсаңыздар, ары қарай басқа да тоқу жолдарын көрсететін боламын сіздерге.